Қазіргі Моңғолияның кең даласында желмен тербелген шөптің арасынан бір есім бүкіл әлемге әйгілі. Бұл есім Шыңғыс хан. Оның шын аты Темүжін. Ол жай ғана көсем емес, ол бүкіл әлемдік тәртіпті өзгерткен, империя құрып, миллиондаған адамның тағдырын шешкен адам. Бірақ ол қалай осындай деңгейге жетті? Оның шынайы тұлғасы қандай еді? Қазіргі заманның саяси шикақларын өзгерткен адам туралы біз не білеміз? Видео басталмай жатып лайк басып, білетін ойыңызбен бөлісіп кетіңіз. Айтпақшы, менің мақсатым тек бар қазаққа жаңа мәдениетті, тарихты, қызықты оқиғалар түсіндіру. Егер сіздерде YouTube канал бар, ал оны қалай дамытуды білмей жүрсеңіз, онда tarixibala@gmail.com поштасына жазыңыз. Онда мен сіздің арнаңызды дамытуға немесе реклама жөніндегі сұрақтарға жауап беретін боламын. Ендеше барлығыңызға сәтті шығарым тілеймін. Темүжін шамамен 1162 жыл дүниеге келді. Ол кезде Моңғол жерінде жүздеген ұсақ тайпалар өзара соғысып жүрді. Бірігу туралы мүлде ойламады. Темүжіннің әкесі Исуги Бахадүр Тайжут пен Қият тайпаларының арасында беделді жауынгер болатын. Анасы Уэльн Қоңырат руынан. Темүжіннің есімі оның туылған кезінде қолға түскен татар көсемінің атымен аталды. Бұл баланың болашақтағы тағдырының белгісі секілді еді. Балалық шағы аса қиын өтті. Темүжін 9 жасында әкесінен айырылып, оның руы анасы мен бауырларын далада тастап кетті. Олар аштықтан, балық аулап, жабайы өсімдіктермен ғана күн көрді. Бұл Темүжіннің шыдамдылығы мен рухын шыңдаған кезең еді. Жас Темүжіннің өмірі тек жоқшылықпен ғана емес, опасыздықпен де сыналды. Ол көрші тайпалардың шабуылына ұшырап тұтқынға түседі. Оны қорлау үшін мойнына ағаш қамыт тағылады. Бірақ Темүжін ешқандай рухынан айырылмады. Бір күнде ол қашып құтылып, далада жүгіріп, өз анасын қайта табады. Бұл оқиға оның жан дүниесінде үлкен бетбұрыс жасады. Ол тек аман қалудың емес, басқаларды бағындырудың, шоғырландыруды, бір орталыққа бағындыруды армандады. Олар бірікпесе, Қытай сияқты алып империяға қол болатынын түсінді. Ешқандай рудан ешбір көмек болмады. Олар аштықта, жалғыздықта күнелтті. Тамақ не балық, не жидек қана. Осындай бір күні Темүжін мен оның туған бауыры Бекті екеуі өзеннен балық аулап әкелді. Бірақ бір ғана балық. Аштық қысқан, жекелер жұқарған, ашу кернеп тұрған шақ еді. Сол балық үшін тауда туады. Темүжін болашақ көсем. Ол бәрін әділ бөліскісі келді. Ал Бекті өзімшілдік танытып, балықты өзі жегісі келеді. Араларында үлкен ұрыс туады. Бұл жай ғана тамақ үшін жанжал емес еді. Бұл көшпен даладағы қатыгез өмірдің кесірінен туған қайшылық. Темүжін Бектіні қылышпен шауып өлтіреді. Бұл Темүжіннің алғашқы қаны. Ол өз бауырын өлтірді. Бұл оны өмір бойы мазалаған ауыр күнә болды. Бірақ дәл осы сәттен бастап, ол өз өмірінде ешкімге бойсұнбайтын, ешқашан әлсіздік танытпайтын іштей түсінді. Бұл оқиға оның мінезін суық, әрі шешімді етіп қалыптастырады. Қажет болса ең жақынды құрбан етуге дайын болу көсем үшін қиын, бірақ кейде міндет болатын. Жас кезінен бастап Темүжін ақылды, шешен және қайсар мінезімен көзге түсті. Ол өзінің сенімді адамдарын Жебе, Сүбеди, Борчу, Мұқалы сынды серіктерін жинап, шағын топты үлкен күшке айналдырды. Оның алғашқы әйелі Бөрте, Меркі тайпасы оны ұрлап әкеткенде, Темүжіннің досы Жамұқамен бірге Бөртені қайтарып алады. Бірақ достық ұзаққа созылмайды. Бала кездегі досы Жамұқа мен Темүжін арасында алауыздық үлкен шайқасқа ұласып, Темүжін жеңіліске ұшырайды. Бірақ ол мойымады. Қайта оралып, беделін қайта қалпына келтіріп, Моңғол тайпаларының басын біріктіруге кіріседі. 1206 жылы Онон өзенінің бойында бүкіл Моңғол тайпалары Темүжінді ұлы хан деп танып, оны Шыңғыс хан деп жариялады. Бұл тек бір адамның таққа отырған емес, бүкіл Моңғол халқының тарихында жаңа дәуірдің басталған еді. Бұл империяның туылған сәті. Шыңғыс хан елді темірдей тәртіппен басқарды. Әскери құрылымдар ондық, жүздік, мыңдық және төмендеп бөлінді. Әр жауынгерге жауапкершілік жүктелді. Ол жаса заңдарын енгізді. Бұл ережелер баршаға орта әрі қатаң болды. Шыңғыс хан жаулап алуды Сия патшалығынан бастады. Оның атты әскері өте мобильді әрі тәртіпті болды. Олар күн сайын жүздеген шақырым жол жүріп, шабуылға дайындығын жоғалтпайтын. Шыңғыс хан тек соғыспен емес, ақпаратпен де жұмыс істеді. Ол тыңшыларды, шпиондарды жіберіп, қарсыласының осал тұсын біліп отыратын. Оны замандастары әскери гений ретінде бағалаған. Әрбір жорық мұқият жоспарланған, дәл орындалатын операция болатын. Қытайды жаулау Шыңғыс хан үшін стратегиялық мақсат болды. Цин әулеті моңғолдарға қарсылық көрсетті. Бірақ олар моңғолдың тактикасын жеңе алмады.
моңғол әскері қамалды қоршап, азық-түлік тасымалын үзді. Олар бүкіл қала халқын аштыққа ұшыратып, іштен ыдыратты. Осы кезеңде Шыңғыс хан әскери инженерияны да жетілдіре түсті. Ол Қытайдан алынған инженерлер арқылы тазартқыш құралдарын жасап, қамалдарды бұза бастады. Бұл бұрын көшпенділер қолданбаған әдіс еді. Хорезм шахы Шыңғыс хан жіберген елшілерді өлтірді. Бұл моңғол заңы бойынша кешірілмейтін қылмыс еді. Шыңғыс хан кек алу үшін 200 мыңға жуық әскермен Орта Азияға жорық бастады. Бұхара, Самарқан, Үргеніш секілді бай қалалар түгел талқандалды. Оның әскери тактиканы шебер қолданды. Бір мезгілде бірнеше қалаға шабуыл жасап, жауын әбігерге салды. Бұл таяу шығыстың тағдырын түбегейлі өзгерткен кезең болды. Шыңғыс хан өзінің ұлдарына Еуропаға жол ашуды бұйырды. Бұл жолды оның немересі Батый жалғастырды. Бірақ алғашқы дайындықтарды Шыңғыс хан өзі жасады. Моңғол әскері Еділ бойына жетіп, Қыпшақ даласын, одан кейін Ресей князьдіктерін бірінен кейін бірін бағындырды. Киевтің келуі осы жорықтың нәтижесінде болды. Еуропа енді моңғол деген аттан қорқатын болды. Осылай Шыңғыс хан қарапайым қайыршыдан жарты әлемді алған императорға айналды. Шыңғыс ханның ең сенімді серігі Бөрте. Одан 4 ұл туды: Жошы, Шағатай, Үгедей және Төлей. Шыңғыс хан қайтыс болғаннан кейін бұл 4 ұлдың ұрпақтары 4 ұлысты басқарды. Жошы Қазақ даласы мен Ресейдің бір бөлігін, Шағатай Орта Азияны, Үгедей Моңғолияны, Төлей императорлық орталықты иеленді. Бөртеден басқа 1000-нан астам әйелдері болған, бірақ Шыңғыс хан империяны тек Бөртеден туған 4 ұлға бөлді. Моңғолдардың заңы бойынша жаулап алған әйелдердің ханшайымдары мен әйелдері оның гареміне қосылады. Бұл саясаттың бір бөлігі еді. 1227 жылы Сия патшалығына қарсы соңғы жорық кезінде Шыңғыс хан қайтыс болды. Өлім себебі әлі күнге дейін жұмбақ. Біреулер оны аттан құлады десе, біреулер оны жау жаралады дейді. Оның денесі құпия түрде жерленді. Тіпті оның мазарын ешкім таба алмасын деп жолдағы адамдарды түгел өлтірген. Одан кейін өз адамдарын да жойған. Бұл оның құдіретті бейнесінің мәңгі сақталу үшін жасалды дейді. Шыңғыс хан туралы аңыздар өте көп. Кейбіреулер оны Құдайдың елшісі деп санайды. Кейбіреулер оның атына тауға тыйым салады. Оның қабірі әлі табылған жоқ. Тіпті заманауи спутниктерде оны анықтай алмайды. Тағы да бір аңызда Шыңғыс хан өлмеген, ол ұйықтап жатыр, қайта оралып әділдік орнатады дейді. Бұл мифтер халықтың оның тұлғасына деген құрметін көрсетеді. Шыңғыс ханның мұрасы бүгінгі Моңғолияда ресми түрде ұлықталады. Әуежайлар, көшелер, университеттер оның есімімен аталады. Қазақстанда жошы ұлысының тарихы қазақ мемлекеттігіне бір тамыр ретінде қарастырылады. Әлемде миллиондаған адам оның ұрпағы болуы мүмкін. Тіпті генетикалық зерттеулерде оның дайынқысы бүкіл Еуразияда таралғанын көрсеткен. Шыңғыс хан бір ұлттың көсемі ғана емес, ол әлемді бағытын өзгерткен тарихи тұлға. Оның жаулап алуы, саяси реформасы, әскери тактикасы, барлығы адамзат тарихындағы жаңа беттердің басталуына себеп болды. Ол өлді, бірақ оның аты мәңгі. Ол Шыңғыс хан. Осылайша видео соңына жетті. Видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бұл сіздер үшін 1 секундтық іс, ал мен үшін үлкен еңбек.